Сәлем жақсылар, осымен үшінші шығарылым бізде екінші модуль және де үшінші модульға бірден көп ұзаққа созбай үшінші модульді бірге шолу жасағымыз келіп отыр. Себебі ең ұзақ модуль ол бізде бірінші модуль, ал үшінші модульді бірінші модульдің жартысымен есептегенде бір 23, 24, 25 сабақтардан тұратын екі модуліміз қалды. Сонымен біріншісі компьютерлік сауаттылық, екіншісі маркетология, үшіншісі қаржылық сауаттылық. Не себепті үш модульға бөліп тастадық деп ойлайтын шығарсыздар. Себебі маркетологияны білу үшін сіздерге міндетті түрде компьютерді жақсы меңгеру керек. Ол жерде телефонмен 100% пайдалану мүмкін емес. Кез келген қиын монтаж болсын, не болмаса басқа бір қиятын, не болмаса Google форма, оның барлығын компьютермен жасау әлдеқайда жеңілірек және де жылдамырақ болады. Бізде әр уақыт ақша болғандықтан және де әр уақыт қымбат болғандықтан біз сіздерге ең қысқа және де жылдам жасалатын жолын көрсететін боламыз. Сондықтан компьютерлік сауаттылықты сіздер міндетті түрде білулеріңіз керек. Маркетологияның ішінде қалың өте көптеген бағдарламалар сіздерге толық және де тегін нұсқалар берілетін болады. Және де олар бағдарлама бір орында тұрмайды ғой. Өздеріңіз де білесіздер, телефондарыңыздағы Play Marketте үнемі обновление жүріп отырады бағдарламалар. Сондықтан бізде де поддержка болады, үнемі обновление болып отырады. Оларды жүктеп отыратын арнайы каналда отыратын боласыздар. Бір рет төлем жасап, сіздер 46 сабақ компьютерлік сауаттылық, маркетология 34 сабақтан 22 сабақ қаржылық сауаттылық. Барлығы 102 сабақ. Біз 102 сабақ деп толыққанды нақты айта алмаймыз, себебі тағы да сабақтар ойымызда бар, соларды тағы қосқымыз келіп отыр. Маркетология модуліне шолу жасайық. Шағын маркетология модулінде бізде сіздермен ең бірінші, ең жақсы ақшаның жүріп жатқан жері, блог десек те болады, баста болған және де әлі күнге дейін тоқтамай жатқан, ол Instagram. Біз сіздермен 14 сабақ бойы Instagramмен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни 14 сағат, 14 сабақ, оның ішінде жаңағы Instagramды ашудан бастап, ең соңында өшіру, не болмаса басқа біреуге сату, қалай сату керек, қандай келісім шарттар болу керек, қандай данныйларды толық беру керек, және де қандай данныйларды пайдаланып дұрыс ашу керектігі жайлы толық өтетін боламыз. Бұл жерде Инстаграмға дұрыс жоспар жасау, айлық жоспар, апталық жоспар, 3 күндік жоспар, 5 күндік жоспар деген болады. Соны дұрыс жоспар жасаудың чек-лист дайын форматтарын сіздерге береміз. Постқа арналған арнайы программалар, яғни суретті өңдейтін, 3 лентаға бөлетін, кесетін, арнайы жеке-жеке толып жатқан программалардың ішінен ең үздік дегендерін және де ең қымбат дегендерін сіздерге тегін береміз. Play Marketте олардың бағалары кем дегенде 10 мыңнан 8 мыңнан басталады. Сториске арналған программалар, яғни сіз ешқандай видеоны монтаждамай-ақ, суреттерді анимация жасамай-ақ, дайын сторис форматта берілген арнайы программалар бар, ақылы. Олардың да құндары сол 7 мыңнан бастап жоғарылай көтеріле береді. Біз оларды сіздерге тегін береміз. Тегін, яғни өте жақсы, сапалы, сатылымға келетін және де адамдардың қызығушылығын сізге деген, парақшаңызға деген арттыратын программаларды пайдаланатын боласыздар. Фишкаларын айтамыз, қалай дұрыс әрлеу керек, дизайн жағынан, қалай біркелкі реңін келтіріп, жақсы пост салу керек, көзге қалай тартымды болу керек, ережелерін үйретеміз. Видеосъемка қалай жасалу керек, Инстаграмға арнайы қандай форматта жасалу керек, техника жағынан үйретеміз. Және де креатив жағынан кішкене идеяларды беретін боламыз. Және де арнайы дизайнерлер пайдаланатын, видеооператорлар пайдаланатын сайттарды сіздерге тегін береміз. Сол жерлерден өздеріңіз креативтеріңізді танытсаңыздар болады. Ары қарай бізге танымал InShot, KineMaster, әрине сіздердің телефондарыңызда олардың барлығы
ақылы түрде тек қана тегін нұсқасын ғана пайдаланып жүрсіздер, оның барлығының толық тегін нұсқаларын бізден жүктеп ала аласыздар. GIF, бартер, коллаборация. Яғни, егерде подписчикті көбейткіңіз келсе, GIF пен қалай дұрыс жұмыс жасау керек, қандай жағдайда Инстаграмыңыз банға түсіп қалмау керек, қандай жағдайда GIF-ке қатысып, сол қалпы активность ұстап қалу керек, олардың толық ережелерін айтамыз. GIF ұйымдастырушылармен бірге жұмыс жасағандықтан, ол жақтан біздің опытымыз өте көп. Бартерге қалай дұрыс келісу керек, қалай екі Инстаграм бір-бірімен коллаборация жасау керектігін сіздерге нақты айтқаннан кейін, сіздер міндетті түрде, профессионалды түрде Инстаграмға көз қарастарыңыз өзгере бастайды. Инстаграмнан толық пайда көреді, және де қандай жолмен ақша табу керектігін оп-оңай көре алатын болады. Инстаграм мен Фейсбук міндетті түрде бізде білеміз, қазір тек қана бір мекеменің иелігіне қарайды, сондықтан Фейсбукты қалай Инстаграмға байланыстырып бизнес аккаунт ашу керектігі жайлы болғандықтан міндетті түрде Фейсбукте дұрыс ашу бизнес аккаунт, канал ашуды және де оны Инстаграмға бекітуді нақты пошагово чек-листпен және де гайдпенен сіздерге көрсететін боламыз. Сіздер оларды тегін жүктеп ала аласыздар. Телеграм сіздер пайдаланушы ретінде ғана білесіздер, Телеграммен бірге WhatsApp'та да көрсететін боламыз. Яғни Телеграм арқылы қалай дұрыс канал ашу керек, қандай боттарды пайдалану керек, WhatsApp қалай дұрыс группа ашу керек, не болмаса қалай дұрыс рассылка жіберу керек, банға түсіп қалмас үшін және де 24 сағат бойы сіздің орныңызға жауап беретін ботты қалай WhatsApp-қа орнатуға болатынын көрсететін боламыз. Оның барлық, қайталап айтамын, тегін. Платформалар. Яғни өте сіздер көптен күткен, көптің жекеме жазған сұрақтарының бірі ол онлайн курс жүргізу. Онлайн курсқа тәуелді бұл жерде сіздер, яғни тәуелді сіздер YouTube платформаға және де арнайы онлайн курс ұйымдастыратын платформаға. Өкінішке орай сіздер білетін платформалар, мүмкін сіздер мүлдем білмейтін шығарсыздар онлайн курс өткізетін платформаны. Платформа дегеніміз ешқандай программистінің, не болмаса тағы бір маманның көмегінсіз өздеріңіз түсірілген, сауатты түсірілген видеоларыңызды жүктеп, курс қылып ұйымдастырып, организовать етіп, сатуға қою. Яғни дайын сөреге апарып, өздеріңіздің өнімдеріңізді қоя салып, сатуға кірісу. Платформа бізде өте көп, соның ішінен ең үздік деген біз 3-4 платформаны алып отырмыз. Сол 4 платформамен сіздер жұмыс жасауды толық үйренетін боласыздар. Ал қайсысы тиімді, біз 4-еуінің ең үздігін және де 4 платформаның атауын курста айтатын боламыз. Сол жерде талдау жасаймыз, қайсысы тиімді. Егер сіздің курсыңыз уақытша ғана белгілі бір уақытта тоқтайтын курс болса, қандай платформа тиімді? Тұрақты түрде курсыңыз әр бір ай сайын, не болмаса 2 ай сайын жалғаса беретін курс болса, қандай платформа тиімді? Барлығын сол жерде бізбен бірге сіздер шолу жасайтын боласыздар. YouTube-қа келетін болсақ, сіздердің сабақтарыңыздың барлығын платформа өзіне орнатуға рұқсат бермейді, себебі оның барлығы өздеріңіз білетіндей жады, яғни орыс тілімен айтқанда память артық сыймайды платформаға. Сондықтан сіздер міндетті түрде сабақтарыңызды YouTube-қа саласыздар, не болмаса екінші арнайы видео хостинг платформаға салатын боласыздар. Ол да бізде курста толық айтылатын болады, қандай хостинг екенін, және де ол жерде бір жақсы YouTube-тан қарағанда сабақты ешкім ұрлап, не болмаса жүктеп ала алмайды. Осыны ескеретін болыңыздар. Барлығы осының біздің маркетология бөлімінде толық қамтылатын болады. Әрине, видеоға қалай дұрыс түсіру керек, қалай біздер секілді мінекей жарықты дұрыс қою керек, қалай жалпы шағын ғана өзіңіздің бір жатын бөлмеңіз болсын, не болмаса үйіңіздегі бір бөлмені болсын, шамамен есептесек, бізде 12-13 квадратура осы бөлме қалай осындай жақсы көрінетіндей әрлеп дайындау керектігі жайлы барлық қанша шығын болады, қалай ұйымдастыру керек, оның барлығын айтатын боламыз сіздермен бірге. 3-ші модуль бізде қаржылық сауаттылық. Әрине сен демек қазір өзің белгілі бір мамандық бойынша өздеріңіз жұмыс жасап жатқан шығарсыздар. Мүмкін тұрақты айлықтарыңыз бар шығар, бірақ та ертең компьютерлік сауаттылықты дұрыс меңгеріп алсаңыз, одан кейін
маркетологияны жақсы меңгеріп алсаңыз, сіз толыққанды болашақта өзіңіздің курсыңыз арқылы танымал өздеріңіз көріп жатқан Айнұр, Құралай, айтыскер Сара Тоқтамысова, не болмаса өте өздеріңіз көріп жүргенде, арнайы курстарын оқып жүргенде танымал кісілер бар шығар. Қазір дәулеттен десем, барлықтарыңыз мысалы танисыздар. Солар секілді болып кетулеріңіз әбден мүмкін. Себебі адам жасағанды адам жасайды, тек қана өздеріңізге сенсеңіздер болды, және де білек сыбанып кіріссеңіздер, барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келеді. Ал дәулеттен Айнұр болсын, Сара Тоқтамысова болсын, мен болайын, біз тек қана себепкер және де нұсқаушы адамдармыз. Сондықтан бұл жерде міндетті түрде біз адамдарды далада қалдырмайтындай, яғни өздеріңіз білесіздер, көптеген курстар 7 күндік курс болады, 10 күндік курс болады, 15 күндік курс болады, 3 күндік курстар да бар, 30, 40, 50 мың тұратын. Өте жақсы білеміз барлығымыз. Ешқандай құпия емес. Кейбіреуі қанағаттанады, кейбіреуі қанағаттанбайды, кейбіреуі мотивация алады, кейін өшіп қалады. Өкінішті жағдайлар кездеседі, бірақ та жақсы да жағдайлар, қуанышты жайттар да өте көп, жетістіктері де. Ал біздің курста соның барлығын ескере отырып, біз 2 ай сіздерге қайталап айтам, 2 ай бізбен қарым-қатынаста жұмыс жасауға рұқсат беріп, ары қарай 2 ай бойы қайталауға рұқсат бердік. Яғни бізбен жұмыс жасаған жазбалар болсын, видео хабарламалар болсын, барлығы 2 ай тағы да сіздерде доступта болады. Өкінішке орай 4 айдан кейін барлығы өшіріліп қалады. Себебі біздер беретін ақпаратты сіздер бағаласын деген оймен жасауға осындай ой келді. Сонымен қаржылық сауаттылықта сіздер нені үйренетін боласыздар? Қаржылық сауаттылықта сіздер ЭЦП, яғни электронды цифровая подпись, электронды цифрлық қолтаңба, ЕГОВ арқылы, яғни үйден шықпай қалай алуға болады, қалай ол арқылы өздеріңіздің пенсионный фонд, жаңағы пропискасы бар, больницаға тіркелетін прикрепление дейді, тағы басқа заттарды, пособияға қалай дұрыс өтінім беру керек, пособияны қалай миллион теңге пособияны қалай алу үшін дорадовой, яғни пособияға шыққан кісілер түсінетін шығар. Бірақ та егерде араларымызда әлі тұрмыс құрмаған жас күйеуі болсын, не болмаса жас қыздар болсын, осыны біліп алса өте артық ақпарат деп айта алмаймын, себебі болашақта барлығымыздың басымызда кездесетін дүние, келісетін шығарсыздар деп ойлаймын. Дорадовой қалай миллионға жеткізуге болады, яғни сіз жұмыс істеп жатырсыз мұғалім болып, бірақ та оны мүмкін 400 мың алып көрген шығарсыздар, бірақ миллионға қалай жеткізуге болады, оның жолын міндетті түрде айтып беретін боламыз. Және де пособия білесіздер, енді миллион алғаннан кейін пособия да көтеріледі, яғни 40 мыңнан шамамен 65-70 мыңға дейін қалай ай сайын бір жыл баланың 1 жасқа толғанына дейін алып отыруға болады. Оны міндетті түрде мен сіздерге айтатын боламын. Содан кейін біз грантқа қатысу үшін не істеу керек? Яғни мемлекеттік қайтарымсыз, қайталап айтам, ешқандай қайтарымсыз, пайызсыз демек гранттар бар. 555.800 және де 5 миллион теңге. Оған қалай қатысу керек, оған қалай өздеріңіздің проектларыңыздың бизнес планын қалай дұрыс жасау керек, қандай құжаттар талап етіледі, соның барлығын сіздерге айтып беретін боламын. Бұл ақпарат мүмкін сіздерді қызықтырмайтын шығар да, 555 миллион, бірақ та сіздің үйіңіздегі ініңіз болсын, туысқаныңыз болсын, не болмаса күйеуіңіз кәсіпкер болғысы, кәсіпкер қылдырғыңыз келетін шығар. Керемет мүмкіндік қой. Демек, сіздерге өте пайдалы болады, ешқандай білімнің артығы болмайды, өздеріңіз білесіздер. Сонымен біздің толық 3 модульға шолуымыз бүгін аяқталды. Енді келесі біздің видеомызда, видео шығарылымымызда осы курстың бағасын қазірде айта салсам болатын еді. Мысалға бізде курс, мысалға деп айтайық, өйткені бағам мен әзірге құпия ұстап отырмын. Қазіргі айтатын бағам да нақты шын баға емес. Мысалға 20 мың теңге деп айта салсам, маған өзіме ол өте ұнамайды. Себебі біз адамдардың жағдайларын барлығын қарастырдық, сондықтан өте көп мүмкіншілік бердік. Сондықтан оны тағы бір видео түсіруді жөн көрдік. Себебі ол өте ұзақ тақырып. Келесі видеомызда
демек курсымыздың бағасын білуге асығайық. Бізді күтіңіздер.